Еліміздің латын әліпбиіне көшуі ұлтымыз үшін жасалған маңызды қадамдардың бірі. Ұлы дала елінің тарихына көз жүгіртсек, бірінші тұғырлы байлық жер, екіншісі тіл, үшіншісі мемлекет және оның тарихы болу керектігі айқындалады. Ағартушы педагог ғалым Ахмет Байтұрсынұлы айтып кеткендей, ұлттың сақталуына да жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тіл деген. Алаш қайраткерлерде латын әліпбиін жазу сызуда да қолданды. Бұл бізге таңсық дүние емес. Латын әліпбиі әлемде кеңінен қолданылады. Латын әліпбиі біздің заманымыздан бұрынғы 7 ғасырда Римде грек және этрус әліпбиінің тармағы ретінде пайда болып, біздің заманымызға дейінгі 1 ғасырда қалыптасқан. Орта ғасырда латын әліпбиі Европаға тарады. Африка, Америка және Азия халықтары пайдаланады. Қазіргі латын әліпбиінде 25 әріп бар. Латын әліпбиіне көшу туралы ой-пікірлер 1926-1929 жылдардан бастау алғаны баршамызға тайға таңба басқандай белгілі. Қазақ тіл білімі тарихында 1929 жылы қазақ жазуы ресми тілде латын әліпбиіне көшкен. Сонымен қатар 1929-1940 жылдар аралығында латын әліпбиі қолданыста болған болатын. Ұлтымыздың басынан 3 алфавит жүйесін өткергендігін білеміз. Олар біріншіден 1929 жылға дейін қолданылған араб әліпбиі. Екіншісі 1929-1940 жылдар аралығында қолданыста болған латын әліпбиі. Ал үшіншісі 1940 жылдардан бүгінгі күнге дейінгі қазіргі әліпбиіміз кириллицаға негізделген қазақ әліпбиі. Латын әліпбиіне көшу қазақ халқының алға жылжуына, жаңа заман талабына сай өсіп өркендеуіне, болашақта еліміздің жан-жақты дамуына үлкен үлес қосып, жемісі мен жемісін әкелер сөзсіз. Біз латын әліпбиіне көше отырып, өркениетті елдердің қатарына қосылып, тіліміздегі дыбыстық жүйелерді анықтап, қазақ тілінің жазылуы мен дыбыстау кезіндегі сөздер қолданысындағы артық кірме сөздерден арыламыз. Сондықтан латын әліпбиіне көшу біз үшін, болашақ үшін әлдеқайда маңыздырақ. Қайта жаңғыру заманындағы барлық озық технологияның үлгісі болып отырған латын әліпбиіне көшу еліміздің өркендеуі, жаңғыру үшін үлкен рухани өзгеріс. Латын әліпбиін енгізу халқымыздың білім, мәдениет, өнер, экономика салаларының дамуына тағы бір серпіліс әкелетін дара жол. Бұл жолда латиницаға көшу тиімді әрекет. Бұл әрекет қазақ ұлтының болашағы, еліміздің өркендеу үшін жасалып отырған дүние, ұлттық кодымызды сақтап, ұлт ретінде дамуымызға жол ашады. Латын графикасына көшу жаңғыруға айқын серпін беретініне кәміл сенеміз. Бүгінгі таңда елімізде латын әліпбиіне көшу мәселесі қызу талқылануда. Біреулер бұл қадамды құптаса, кейбіреулері әліпбидің ауысуына қарсы. Әйткенмен мәліметтерге сүйенсек, әлемдегі ақпараттың 70% латын графикасында сақталған. Латын әліпбиіне Өзбекстан, Әзірбайжан, Түркменстан және Молдова сынды көрші мемлекеттер көшіп үлгергені белгілі. Ол неге керек бізге? Өйткені ғылыми техникалық прогресс алдыға қарай дамыған сайын, дамыған шетелдің технологияларын бәрі, халықаралық стандарттар, терминология барлығы осы латын әліпбиі негізінде құрылып отыр. Соларға сай. Тіпті өзіңіздің электронды поштаңыздың өзін, мысалы сіз кирилл әріптерімен таңбалай алмайсыз, өйткені ол жақта ондай мүмкіндік жоқ. Сонымен қатар домендік атаулар, олардың ешқайсында кирилл әріптерін таба алмайсыз. Қазақ халқы латын әліпбиін бұрын да қолданған, кирилл таңбасымен 80 жылға жуық уақыт жазып келеміз. Ал жаңа графиканың авторлары отандастарымызда қалыптасқан тілдік стереотиптерді бұзу оңайға соқпайтынын түсінеді. Әріптердің бұрмаланбай дұрыс жазылуы жөніндегі пікірталастар әлі күнге дейін жалғасуда. Бұл дау айрықша 9 дыбысқа қатысты болатын. Орфоэпия бойынша осы мәселеге келгенде біздің филолог мамандар, әсіресе тіл саласында тәжірибесі бар мамандар жақсы жұмыс істеу керек деп ойлаймын. Қазіргі ұсынылып отырған жоба, бұл тек қана халыққа ұсынылып отырған жоба, бұны қабылданып кетті, немесе дәл осылай болады деп түсінбеу керек. Латын графикасы бізге таңсық емес. Неге? Себебі бізде 1929 жылдан 40 жылға дейін латын графикасы біздің тәжірибемізде болды. Бірақ өкінішке қарай аз уақыттың ішінде бізді кириллица, яғни кирилл таңбасы
орнын басты. Сондықтан біз 70 жылдан астам уақыт осы таңбаға үйреніп қалғандықтан қазір кейбір адамдарға қоғамдық пікір туындауында қарама қайшылықтар болып жатқанын түсінуге болады, бірақ бұл керек дүние деп есептеймін.